Көшірмесі көп болған және тағы басқалар, мұның барлығы жақсы ғой, Джош. Алайда менің ойымша, осы көшірмелер жалған және ондағының барлығы бұрмаланған. Мінеки, егер басқа қандай да бір ақпарат көздері болса ғой деп айтарсыздар. Шын мәнінде басқа ақпарат көздері де бар. Менің не айтқым келіп отырғанын білесіз бе? Егер әлемдегі киелі кітаптың барлық сақталып қалған көшірмелерін өртеп жіберсе де, егер көне және жаңа өсиеттің барлық даналарын құртып жіберсе де, онда біздің заманымыздың 100 және 150 жылдары аралығындағы жазылған ақпарат көздерін қолдану арқылы мен жаңа өсиеттің 11 аятынан басқа бүкіл мәтінін қайта қалпына келтірілем. Мүмкін емес деп айтарсыз, мүмкін болғандағындай. Мүлдем киелі кітапсыз. Оның бірде-бір қолжазба нұсқасы қолда болмаған күннің өзінде мен жаңа өсиеттің бүкіл мәтінін қайта қалпына келтіре аламын. Бұл мүмкін емес деп айтарсыз. Жоқ, мүмкін. Міне, мына себептен. Азапталушы Иустин, Ириней, Ориген, Тертуллиан, Александриялық Климент сияқты қауым әкейлерінің барлығы мәсіхшілерді жігерлендіру үшін хаттар жазған. Және де өз хаттарында олар киелі кітаптан дәйек сөздер келтірген. Сонымен қатар осы Құдай қызметкерлері қауымдарды аралап, әлем кезіп Құдай сөзімен бөліскен және уағыздар айтқан. Және де олар мен сияқты уағызға дайындалған кезде киелі кітап үзінділерін жазып отырған. Осы қауым әкейлерінің мақалалары бойынша мен жаңа өсиетті толық қайта қалпына келтіре алар едім. Өйткені оларда тек жаңа өсиеттен ғана 36.280 дәйек сөз келтірілген. Көптеген жылдар бойы қауым әкейлерінің еңбектері мен уағыздарын зерттеген Дэвид Далримпл мырза олардан жаңа өсиеттің 11 аятынан басқа бүкіл мәтінінен дәйек сөздер келтірілгенін анықтаған. Мен осы қауым әкейлерінің еңбектері бойынша оның жасаған топтамасын алып, жаңа өсиетті толық қайта қалпына келтіре аламын. 11 аятсыз. Әрине, дәйек сөздер 100% нақты болуы мүмкін емес, өйткені оларды көшірме жасауға үйретпеген ғой. Алайда осы жағдайды алған күннің өзінде осылай жасауға мүмкін болатын басқа бірде-бір кітап болуы мүмкін емес. Біз оқып жүрген жаңа өсиет түпнұсқаға сәйкес келетініне толық сенімді бола аласыздар.